Балалар, бүгін біз асықпен ойналатын ойынның бір түрі хан талапай ойынын ойнаймыз. Бұл кішкентай сандықшаның ішінде балалар асықтар бар. Асықтарды әртүрлі түске бояп ойнасаңдар да болады. Бұл жерде менде әртүрлі түсті асықтар бар. Бұл хан талапай балалар. Асықтардың ішіндегі ең үлкенін және басқаша түсте болатын бұл бізде хан талапай, хан асық деп айтылады. Қазір мен бұл асықтарды ортаға шашып жібергенде біз талап аламыз, иә? Сонда бұл хан асық кімге түседі? Сол бала ойынды бастайды. Кәне балалар, бұл асықты мен қазір сендерге. Ал балалар, ойын басталды. Жарайсыңдар балалар. Қане біздің хан талапай асығымыздан жинап алған асығымыздың ішіндегі хан асық кімге түсті? Жарайсың, Алинұр. Ендеше балалар, қазір біз осы хан асығымызды саха қылып сайлап алып, қалған асықтарымызды қатар тізіп, саха асығымызды шире. Ал балалар, ендеше қолымыздағы асықтарды тізіп қояйық. Ал мына жерде бізде саха ретінде сайланған асығымызды маған беріңдер. Қалған асықтарды тізіңдер балалар. Кәне, бұл сызық бойында асықтарды тіз. Жарайсыңдар балалар. Ой, жарайсың. Тер бала ғой. Жарайсың. Ерсайын. Ой, жарайсың, Нұрасыл. Ала ғой асығыңды. Ата ғой, Алина. Ой, Әлихан, сен тағы да асықты аталмадың, е? Ендеше мен саған сұрақ қоямын. Асықпен тағы да қандай ойындар ойналам? Қандай ойындар ойнаймыз? Хан талапай, дұрыс айтасың. Асық ойыны. Иә, асық ойыны. Жарайсыңдар балалар. Жарайсыңдар балалар. Бүгін ойынды жақсы ойнадыңдар. Ал енді бүгінгі ұтып алған асықтарымызды орда отырып санай. Ал балалар, бүгін сендер шире атқан асықтың ең үлкені саханы бұл менде тұр. Ал Ерсайын, сен бүгін ұтып алған асықтарыңды санай қойшы мұнда ол. Жарайсың, Ерсайын.